Сәлем достар, бүгін біз сіздермен дәл осындай оңай әрі тез жасалатын печеньенің рецептісін жайындап үйренеміз. Өте жұмсақ, еще көп болып шығады. Ол үшін бізге ең алдымен бөлме температурасында еріген сары май қажет болады. Оның үстіне картоп крахмалын қосасыздар да миксермен жақсылап араластырамыз. Қосымша қант ұнтағын қосамыз да осы 3 ингредиентті жақсылап араластырамыз, біркелкі масса болғанша. Біркелкі масса болғаннан кейін үстіне сұйық майымызды қосып, қайтадан миксерлейтін боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнымызды 2-3 этапқа бөліп саламыз. Ұнымызды ситадан өткізіп дайындап алғандарыңыз жөн. Сосын жақсылап тағы миксерлейтін боламыз. Миксермен араластырып болғаннан кейін ұнымызды соңғы этап қосатын кезде уже қолмен жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабыспайды, бірақ өте жұмсақ, тез жаңағыдай ұсақталып тұратын болады. Міне достар, сіздерде осындай жұмсақ қамыр шығуы керек. Осы қамырымызды жақсылап формаға келтіремізді, бөліктерге бөліп, печеньенің формасын жасаймыз. Немесе оқтаумен жайып, үстіне печенье формаларының жаңағыдай шығарсаңыздар да болады. Өз қалауыңызша қандай форма жасағыңыз келеді, солай жасайсыздар. Жеке-жеке бөліп аламыз да, оны жақсылап колбаска сияқты ұзын бөліктерге созатын боламыз. Міне, духовкадан шыққан печеньелерімізді ыстық күйінде сахарный пудраға аунататын болады. Міне достар, біздің печеньелеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар.